Түннің ортасы. Ересек ер адам жаймен бір кішкентай баланың бөлмесіне кіреді. Ол ұйықтап жатқан балаға тапаншасын кезенеді. Оның қобалжып тұрғаны көрініп тұр. Ол баладан кешірім сұрайды. Кенеттен шыққан дыбыс оның шүріппені басып жіберуіне себеп болады. Атылған оқ Коди оянып кетуіне әкеледі. Ер адам жылай бастайды да, одан қайта кешірім сұрайды. Бірнеше ай өткен соң, Джесси және Марк Хобсон есімді ерлі зайыпты асырап алушы ата-ана болуға рұқсат алады. Олар бала асырап алу орталығының қызметкері Натали атты әйелмен кездеседі. Натали оларға Коди есімді 8 жасар бала жайлы айтады. Кодидің әкесі ешқашан жанында болмаған, ал анасы ол 3 жасқа толмай жатып қайтыс болған. Коди асырап алу жүйесінде көптеген қиыншылық көрген. Оның бұрынғы асырап алушы ата-аналары оны тастап кетіп, ол шамамен 1 айдай жалғыз өмір сүрген. Кодидің ұйқы мәселелері бар, бірақ ол мықты және ақылды бала. Натали оны Хобсондар үшін тамаша бала деп есептейді. Сол күні олар армандаған баланы тапқандарына қуанып үйлеріне оралады. Хобсондардың ұлы Шон ваннада абайсызда батып қайтыс болған. Бұл оқиға ерлі зайыптыларға ауыр соққы болған. Бірақ енді олар жаңа отбасы мүшесін қабылдауға дайын. Үйде олар Кодиге лайықты жағдай жасау үшін үйді қайта безендіреді. Марк қабырғалардан Шонның барлық суреттерін алып тастап, тек отбасы суретін ғана қалдырады. Сондай-ақ ол ванна жанындағы қабырғаға қосымша тұтқа орнатады. Кешке қарай Джесси өзіне өзі көмектесу тобына барып, Коди жайлы шешімдерін айтады. Барлығы оған қуанады. Шон қайтыс болғаннан кейін Джессидің ұйқысы бұзылған. Келесі күні ерлі зайыптылар Коди келетін сәтті тағатсыздана күтеді. Наталидің көлігі олардың үйінің алдына тоқтайды. Олар жүгіріп шығып, Кодимен амандасады. Коди оларға қайырлы таң тілейді. Ол өзімен бірге бір қорап әкелген. Оны Марк үйге кіргізуге көмектеседі. Коди үйдің ішін қарап жүргенде, көзі отбасылық суреттегі Шонға түседі. Ол суретке ұзақ қарап тұрады. Сол кезде Марк оған өзінің ойындар жинағы туралы айтып береді. Сосын ересектер оны өзінің жаңа бөлмесіне апарады. Бұл бөлме Кодиге қатты ұнайды. Әсіресе көбелектері бар перделер. Натали Коди көбелектер жинағанды жақсы көретінін айтады. Сол түні ерлі зайыптылар Кодиді ұйқыға жатқызады. Бірақ олар кеткеннен кейін Коди төсектен тұрып, өзі әкелген қорапты ашады. Ішінде газдалған сусын мен көбелектер жайлы кітап бар. Ол сусынды ұрттап, көрпесінің астында фонарикпен кітап оқиды. Коди мүлде ұйықтамайды. Келесі күні оның мектептегі алғашқы күні. Ол сол күні Энни есімді қызбен танысып, дос болады. Сол күні Джесси Кодидің кірлерін жинап жатып, оның жасырын қорабын табады. Қорап ішінде көбелектер жайлы кітап, бірнеше газды сусын және стимуляторлар салынған бөтелке бар. Түнде ұйықтар алдында Джесси одан бұл қорап жайлы сұрайды. Кодидің айтуынша, стимуляторлар мен сусындар оған ұйықтап қалмауға көмектеседі. Себебі ол ұйықтап кетсе, кәнкермен келеді екен. Джесси мұны жай ғана қорқынышты түсте ойлап, аса мән бермейді. Ол баланың бұл жегі адамнан құтылатынын айтып, жұбатуға тырысады. Бірақ Коди өзінің анасын сол жегі адам жеп қойғанын, ол әлі де жанында жүретінін айтады. Джесси оны ұйықтатуға жібереді де Маркқа барады. Ол Коди қорабын ақтарғанына өзін кінәлі сезінеді. Бірақ Марк оның қауіпсіздігі үшін дұрыс әрекет еткенін айтады. Кейін олар бірге фильм көреді. Кенеттен бөлмеге бірнеше көбелек ұшып кіреді. Олар голограмма секілді көрінеді. Марк біреуін Коди үшін банкаға салып ұстап алады, ал Джесси терезелерді жабады. Терезелер жабылғанда көбелектер бірден жоқ болып кетеді. Ерлі зайыптылар таң қалып қалады. Сол түні Джессиге ұйықтау қиынға соғады. Ол асүйге түсіп, бір оғаш дыбысты естиді. Үйде біреу бар ма деп іздей бастайды. Кенеттен қараңғы қонақ бөлмеде Шон пайда болады. Джесси шошып кетіп, қолындағы стақанды түсіріп алады. Ол сынып кетеді. Қайта қараған кезде Шон жоқ болып кеткен. Ол Кодидің бөлмесіне барып, оны тексереді. Коди тыныш ұйықтап жатыр. Келесі күні Джесси қайтадан өзін-өзі қолдауға арналған топқа барады. Ол топқа Шонды көргені туралы айтып береді. Оның ойынша, Шон Коди келген үшін ренжулі көрінеді. Кейінірек сол күні Марк Коди отбасылық суреттегі Шонға қарап тұрғанын байқайды. Ол ерлі зайыптыларға Шон туралы сұрақтар қояды. Олар махаббатпен жауап береді. Сол түні көбелектер қайтадан пайда болады. Олар бөлмені шолып жүргенде, кенеттен Шон бөлмеде пайда болады. Сосын Шон шығады, дәл суреттегі киіммен. Олар оған жақындап, қол тигізіп көреді, ол шын екен. Бірақ кенет ғайып болады. Сол сәтте Коди оянып, кешірім сұрайды. Келесі күні таңғы ас кезінде бәрі ыңғайсыз өтеді. Ерлі зайыптылар не айтарын білмей отыр. Олар Шонның пайда болуы Кодидің арманы екенін ұғады. Коди тағы да кешірім сұрайды. Кейін олар үйде Шонның ескі бейнежазбаларын көреді. Бәрі бақытты көрінеді. Сол түні Коди ұйықтаған соң, үй кенеттен рождестволық жарықпен толады. Қонақ бөлмеге шырша пайда болады. Шон видеодағыдай киіммен тағы көрінеді. Видео өмірге айналғандай. Ерлі зайыптылар аң-таң. Олар Кодидің ұйқы кезінде арманы шындыққа айналатынын түсінеді. Бірақ оянғанда бәрі жоғалады. Келесі күні Коди мектепте кенкерменнің суретін салып, оны шимайлап тастайды. Анниге бұл құбыжық екенін айтады, кейде оны өшіру, оны алыстатады. Джесси Коди қайта көре алу үшін Шонның суреттерін қайта аледі. Бірақ Марк оған қарсы. Ол Джессиді Кодиді өз мұңын басу үшін
үшін пайдалануда айыптайды. Джесси оны делудің жолы деп сендіреді. Марк ашуланып, суреттерді қайта жинайды. Келесі күні Коди мектепке банкадағы көбелекті әкеледі. Бірақ оны Тит есімді бұзық бала сындырып тастайды. Ұйықтауға қорқып жүрген Коди шаршап, сабақ кезінде көз іле бастайды. Түскі үзілісте мұғалімнен сыныпта демалуға рұқсат алады. Сол сәтте ол Кенкерменді түс көреді. Бұл түсте шындыққа айналады. Тит сыныпқа кіріп, құбыжықпен бетпе-бет келеді. Анни оның айқайлағанын көреді. Коди оянғанда Тит жоқ болып кетеді. Полиция мектепке келіп, Титтің жоғалуын тергей бастайды. Коди енді мүлде ұйықтамауға тырысады. Түнде әдеттегідей кітап оқып отырғанда төбеден дыбыс естиді. Астынан қараса, кенет Титтің елесі шығып, оны төсектің астына сүйрейді. Коди қарсылық көрсетіп, мен ояумын деп айғайлайды. Сол кезде Джессидің алдында да Шон пайда болып, дәл солай айтады. Коди қатты айғайлап, түсті тарқатып жібереді. Джесси жүгіріп келіп, оны жұбатады. Келесі күні Джесси дәрігермен Коди ұйқысыздығы жайлы сөйлеседі. Ал Марк пен Коди бірге дүкенге барып, бөлмесіне заттар алады. Үйге қайтып келсе, екі полиция офицері оларды күтіп тұр. Олар Титтің жоғалуы жайлы Кодиден жауап алғысы келеді. Кейін Коди Шонның өлімі туралы сұрайды. Бірақ ерлі зайыптылар жауап бермейді. Джесси Коди ішетін сүтке дәрі қосады, күйеуі білмейді. Сол түні Марк Кодиға Шонның ваннада батып кеткенін айтады. Дәрінің әсерінен Коди тыныш ұйықтап қалады. Жоғарыда Джесси мен Марк тағы да отырады. Сәлден соң, бірақ енді армандағы Шон зұлым кейіпте су құсып пайда болады. Марк Кодиді оятуға тырысады, бірақ ол дәрі салдарынан оянбайды. Арман кошмарға айналады. Қонақ бөлмеде биік құбыжық Джессиға шабуылдайды. Ол қорқып, Коди бөлмесіне жүгіріп барып, есікті жауып тастайды. Марк Коди оянбағанына алаңдайды. Сол кезде Джесси оның ұйықтап қалғанын өзі жасағанын мойындайды. Джесси қорқып тұрғанында құбыжық Маркты жеп қояды. Джесси есінен танып қалады. Таңертең оянғанда Коди 911-ге хабарласып жатыр. Марк жоқ, із-түссіз жоғалып кеткен. Полиция келіп, Джессиді Кодиді дәрмен улады деп айыптайды. Олар баланы алып кетеді. Джесси көз жасына ерік береді. Наталиге барғанда, ол да оны балаға қол көтерді деп кінәлайды. Бірақ Джесси оның стеліндегі файлды байқап қалып, ұрлап кетеді. Файлдан Уилан Янг деген адам туралы мәлімет табады. Коди бұрынғы тұрған отбасының әкесі. Оған барып жолығады. Уилан әйелі Коди арманына жұтылып кеткен соң, ол оны өлтіргісі келгенін айтады. Бұл фильмнің басында болған көрініс. Ол да Джессиға Кодиді өлтір деп кеңес береді, бірақ ол келіспейді. Джесси Коди анасының аурухана жазбаларын тауып, анасының жастық жапқышын табады, көбелек пішінді. Жазбалар мен күнделігінен Кенкерменнің шын мәнінде кім екенін анықтайды. Ертесі күні Джесси Кодиге оның анасының аты Андреа болғанын айтады, және оның ұйқы безі қатерлісігінен қайтыс болғанын түсіндіреді. Андреа Кодидің ерекше қабілетін ол кішкентай кезінде ақ байқаған екен. Бұл туралы ол өз күнделігінде жазып кеткен. Бірақ Коди небәрі 3 жасында болғанда Андреа қатерлі ісікке шалдыққан. Коди анасын өлім аузында көрген жүдеп, шашы түскен, әлсіреген күйде. Сол кезде ол анасының түрін танымаған. Сол себепті оның баласы анасының орнын бір қорқынышты бейнемен Кенкерманмен алмастырған. Оған анасы қатерлі ісік алып кетті деп айтылған соң, ол мұны нақты бір жаратылыс деп ойлап, Кенкерман деп ат қойып, сол жаратылыс анасын алып кетті деп сеніп қалған. Осылайша оның қорқынышты тістері пайда бола бастаған. Енді Коди Кенкерманның шынайы емес екенін түсінді. Джесси бұл арқылы Коди енді жаман тістерден арылады деп сенеді. Алайда Кенкерман алып кеткен Марк пен басқа адамдар әлі де жоғалып кеткен күйінде. Джесси Коди өз күшін басқаруды үйренсе, олардың қайта оралуы мүмкін екеніне сенеді. Коди Джессиға оны үйіне қайтарғаны үшін алғыс айтады, және алғаш рет оны мама деп атайды. Ол өзінің сиқырлы сыйын басқаруды үйрене бастайды.